Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Мерей. Бүгін біз құймақ жасайтын боламыз. Құймағымыз өте нәзік әрі дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Алдымен ыдысымызға жұмыртқа, шекер салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Және үстіне шым-шым тұзымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Айранымызды құйып, біркелкі болғанша араластырамыз. Бұл рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Қопсытқышымызды салып, ұнымызды електен өткізіп саламыз. Ұнымызды бірден салып жіберуге болмайды. Қою масса шыққанша електегі ұнымызды сала отырып араластырамыз. Міне, бізде осындай қою болып шығады. Қамырымыздың консистенциясы осылай болуы керек. Енді алдын ала қызып тұрған табаға бір ас қасықтан салып шығамыз. Бұл оладьилеріміз тез пісетін болғандықтан баяу отта қоямыз. Қақпағын жауып 2-3 минутқа қалдырамыз. Екі жағын пісіріп аламыз. Осылай аударып, бетін тағы да жауып қоямыз. Тағы да 1-2 минут күтіп, піскенін бақылаймыз. Арасы піспей қалады деп қорықпаңыздар, қыздар. Тарелкемізге қағаз майлық төсеп саламыз. Өйткені бұл майлы болғандықтан майын сіңіріп алуы қажет. Міне осылай болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ас болсын.